Ассалаумағалейкум. Бауыржан деген бауырымыз маған сұрақ қойыпты, жазып өтіпті. Сманов Абдуғаппарды көп айтып едіңіз, қателіктерін көрсетіп едіңіз, неге тоқтап қалдыңыз деп. Жауап берейін. Маған Абдуғаппар марқұм бір емес екі рет түсіме кірді. Өлгеннен кейін бірінші ретінде енді көп есімде жоқ. Түсіме кіріп, екінші ретінде мен жастығым өткен жерге келіп спорт зал салып жатыр екен. Бірнеше рет маған қарсы жолықты, көзін көтермейді, бетіме қарамайды, төмен қарап өтеді. Содан кейін ойладым, марқұмды қой. Қайтыс болғаннан кейін жаман сөйлеуге болмайды. Қателіктері шынында да көп, адасқан жері де көп, бірақ сонда да соның бәрін қояйын, марқұм болды ғой деп тоқтаттым.